кіріспе. Маған өмірде көп адамның көмегі тиді. Адамның күні адаммен деген сөзді ата-анам құлағыма құйып отыратын. Академик Асқар Жұмаділдаев бір сұхбатында саған жақсылық жасаған адамға жақсылық жасауың шарт емес, басқаларға жақсылық жасауың сол қарызды өтегенің деп еді. Біреуден жақсылық көрсең, қайтсем алғысымды білдірем деп жаның қалмай тұрады емес пе? Сол кезде қарызыңды өзгелерге көмектесу арқылы өтей алатыныңды еске аласың. Ата-анамның алдындағы қарызды өтеудің жолы өз баламды сондай шартсыз махаббат пен мейірімге бөлеп ізгі тәрбие беру. Ұстаздарымның алдындағы қарызды өтеудің жолы бар білгенімді артымнан ерген іні қарындастарыма үйрету деп білемін. Бұл кітапты жазу туралы ой сондай ниеттен туған еді. Маған білгенімді бөлісу, өзгелерге ақыл кеңесімен көмектесу ұнайды, содан ләззат алам. Өнімділік, ойыңды, өміріңді реттеу мені қызықтыратын тақырыптар. Әр істі орындаудың оңтайлы әдістерін іздеймін. Түрлі лайфхактарды тауып, өмірде қолдануға тырысам. Лайфхакинг, ағылшын тілінде лайфхак, өмірде көздеген мақсатыңа жетуді жеңілдететін әдіс, пайдалы кеңес. Былайша айтқанда, күнделікті проблемаларды тапқырлықпен шешу деген сөз. Бұл кітапта сондай лайфхактар көптеп берілген. Сіздің де қажетіңізге жарар деген сенім бар. Негізі өзің үшін жасаған дүниең өміршең болады емес пе? Өзгелерге де пайдасы тиеді. Бұл кітапты ұлым Әлихан үшін жазғанымды жасырмаймын. Қазір жасы 1-ден асты. Әріп танығанда оқи жатар. Өмірден түйген ойларымды, үйренгенімді кітап бетіне түсіруді жөн көрдім. Бәлкім осы кітапты оқып менің 15, 20, 25-те түсінгенімді ұлым ертерек түсініп, өмірін менен гөрі өнімдірек өткізетін шығар. Жеке даму жайлы. Бұл кітаптың негізгі тақырыбы жеке даму. Жеке даму өмір бойы өз надандығыңмен күресу. Надандық бір нәрсені қалай дұрыс істеу керектігін білмеу, немесе сол білмейтініңді білмеу. Бәріміз белгілі бір деңгейде наданбыз. Мысалы, күнделікті тісімізді қаншалықты дұрыс тазалап жүрміз, тамақтану ше, қалай дұрыс тамақтану керектігін білмеу надандық. Ағзаң қалай жұмыс істейтінін білмеу надандық. Ақшаны қалай тауып, қалай сақтап, қалай көбейтуді білмеу надандық. Қарым-қатынаста бір қателікті қайталай беру, әйел ер психологиясын білмеу, бала психологиясын түсінбеу надандық. Өзіңді қалай тәртіпке үйрету керектігін білмеу надандық. Мақсат қоя білмеу надандық. Өз тіліңнен басқа кемінде бір шет тілін білмеу надандық. Сол тілді қалай үйрену керектігін білмеу надандық. Айта берсе көп. Ешкім дүниеге ақылды болып келмейді, бәлкім надан болып келеді. Өмір бойы сол надандығымен күресіп өту керек. Ең қиыны надандығыңды мойындау. Мойындаған соң іздене бастайсың, өзіңді түзетесің. Сөйтіп кемел тұлға болуға жақындайсың. Айналаға мен әлі ештеңе білмеймін деген ұстаныммен қарасаң, көп нәрсе жеңілдей түседі. Басындағы тәжді еріксіз шешесің. Қарапайым боласың, тәкаппарланбайсың. Ешкіммен таласпайсың. Ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті де болмай қалады. Жеке даму үшін не қажет? Өзіңді үнемі дамытып отыру, білім алу үшін не қажет? Себебін іздеп ой жүгірттім. Мен 12 жасымда жеке дамуыма көңіл бөле бастадым. Содан бері қай әрекетіме қарасам да түбінде еркіндікті қалау жатыр екен. Мен еркін болғым келеді. Ал оған тек өзіңді дамыту һәм білім алу жеткізеді деп ойлаймын. 13 жасар Даниярды жұрттың алдына шығып сөйлеуден қатты ұялып қорқса да сахнаға шығарған не? Ол еркіндікті қалау. Мен көлеңкеде қалғым келмеді. Жұрттың алдында сөйлеу білудің, ойыңды ашық жеткізудің, сол арқылы өзіңді көрсетудің маңызын түсінетінмін. Сол үшін өзімді қинап, бұл қорқынышымды жеңуге тырыстым. Терледім, қобалжыдым, бірақ осы бір қорқынышымды жеңе алмасам, соған тәуелді болсам, өзімді еркін адаммын дей алам ба?
14 жасар Даниярды қысты күні таңертең қараңғыда 3 километр жердегі күрес залына жаяу барғызған не? Ол еркіндікті қалау. Сол кезде мектепте төбелестер көп болатын. Буллинг, яғни ақша бопсалау жайттары болғанын жасырмаймын. Мен ешкімге есемді жібермеу үшін, ешкімнің алдында сүмірейіп тұрмау үшін күрес үйренуім керек деп шештім. Сөйтіп 1,5 жыл бойы еркін күреспен айналыстым. Қолымды жарақаттап алмағанда жалғастыра берер едім. Абырой болғанда ешкіммен жаға жыртыспадым. Бірақ күреспен айналысып жүргенім маған кәдімгідей күш беретін. Өзімді еркін һәм тәуелсіз сезіндім. 17 жасар Даниярды ағылшын тілі курсына 1 жыл бойы үзбей барғызған не? Ол еркіндікті қалау. Мен сол кезде ағылшын тілі көп мүмкіндікке жол ашатынын түсіндім. Әлем азаматы болғым келді. Тіл білмесем, заман көшінен қалып қалам деп ойладым. Ал артта қалсам, өзгелерге тәуелді болам. Одан кейінгі ізденістеріме қарасам да, бәрі еркіндікті қалаудан туған екен. Мысалы, Зактың «Нетворкинг для интровертов» кітабын оқып, адамдармен сапалы қарым-қатынас орнатуды үйрендім. Қаржылай тәуелсіздікке жету үшін бизнес-инвестиция тақырыбына кірдім. Алланың еркін құлы болайыншы деп араб тілін үйреніп, діни сауатымды аштым. Тағы да басқа. Себебің неғұрлым терең болса, әрекетің соғұрлым мықты һәм тұрақты болады. Меніңше, өзіңді жан-жақты дамытып білім алудың түпкі себебі еркіндікті қалау. Ал сіз шын мәнде еркін болғыңыз келе ме? Ол үшін не істеуге дайынсыз? Өзіңді тану. Жеке даму жолында ең алғашқы қажеттілік өзіңді тану, өзіңді табу. Ал өзіңді қалай тануға болады? Өзіңді түрлі жағдайларға салу арқылы, бұрын істемеген істі істеу арқылы, бұрын араласпаған адамдармен сөйлесу арқылы өзіңді жаңа қырыңнан көре бастайсың. Өмір бойы өзіңді танумен өтесің. Өзін таныған Құдайын таниды дейді ғой. Құдай бізді не үшін сынайды деп ойландым. Біздің қандай екенімізді білу үшін дейін десем, ол үшін уақыт деген түсінік жоқ. Ол әуелден бәрін білуші. Біздің не істейтінімізді, қандай шешім қабылдайтынымызды біледі. Демек, сынақтар ең әуелі өзімізге өзіміздің қандай екенімізді көрсету үшін беріледі. Әр жағдайда өзіңнің қаншалықты әлсіз, идеал емес екеніңді көресің. Сынақтар арқылы шын табиғатыңды танисың. Сөйтіп өзіңді өзгертуге, кемелдікке жетуге талап қыласың. Өмірлік миссия. Студент кезімде мені өмірлік миссиям қандай? Жер басып жүргенімнің мәні неде деген сұрақтар толғандыра бастады. Әр адамның өмірлік миссиясы болу керек деп ойлаймын. Өз миссиясын таппаған адам жетістікке, алға қойған мақсатына жетсе де, өзін бақытты сезінбейді. Кезекті бір шыңды бағындырса да, бар болған осақ па деген ойда болады. Біз міне мектепті алтынға бітіріп алайын, универді қызыл дипломмен тамамдайын, шетелде жұмыс істейін, миллионер болайын. Сол кезде бақытты болам деп ойлаймыз. Бірақ ойлағанымызды жүзеге асырсақ та әйтеуір бір нәрсе жетпей тұрады. Бізге мақсаттардан да маңыздырақ күн сайын шабыт сыйлайтын, ғұмырымызды мәнді ететін, таңда ерте тұрғызып, өмір сүруге құштарлықты оятатын бір нәрсе керек. Ол өмірлік миссия. Джим Лойердің «Перезагрузка» кітабында бір теннисші қыздың мысалы бар. Ол қайтсем де үлкен жарыстардың бәрінде жеңіске жетіп, әлемнің нөмірі 1 ракеткасы атанам деп мақсат қояды. Кейде жеңеді, кейде жеңіледі. Жеңілген кезде көңіл күйі түсіп, өмірден түңіліп кетеді. Ал жеңіске жетіп жатса шаттанады. Бірақ қуанышы ұзақ созылмайды. Ішкі әлемі бос қалғандай. Қысқасы, айналысып жүрген сүйікті ісі оны қанаттандырмайтын. Себебі ол өмірдің мәні жетістікке жетуде, өзіңнің мықты екеніңді дәлелдеуде деп ойлайтын. Оның өмірлік миссиясы жоқ еді.
Джим өз қабылдауында болған теннисші қыздың мұңын тыңдап, сіз құлпытасыңыз да, бұл кісі теннистен әлемнің нөмір 1 ракеткасы болған деген жазу тұрғанын қалар ма едіңіз деп төтесінен сұрақ қояды. Жоқ, деп қыз абдырап қалады. Джим оған осы мәселе жөнінде ойланып келуге тапсырма береді. Себебі бұл сұрақтың дұрыс жауабы оның өмірлік миссиясы болмақ. Ертесіне теннисші қыз жүзі бал-бұл жайнап Джимнің кабинетіне кіріп келеді. Өмірлік миссиясын тапқанын және ол оған ерекше шабыт сыйлайтынын қуана жеткізеді. Мен ендігәрі өзгелерді өз ойын өрнегімен қанаттандырып, оларға ерекше қуаныш сезімін сыйлаймын. Менің өмірлік миссиям осы, дейді ол. Осылайша ол жаттығуларын ерекше құлшыныспен жасап, кортқа әрдайым көтеріңкі көңіл күймен шығатын болды. Көрермендердің көзайымына айналып, әдемі ойын өрнегін көрсете бастады. Жеңілісті де, жеңісті де бірдей қабылдады. Себебі ол өз ісінен өмірінің мәнін тапты, және бұл оған күн сайын бақыт сезімін сыйлайды. Біз де өз мақсат-мұраттарымызға бір қарап көрейікші. Құлпытасыңызда қандай жазу тұрғанын қалар едіңіз? Сіз өмірден өткен соң бұл кісі әлемдегі ең бай адамның бірі болған деген жазу тұрса ше, шабыт сыйлай ма? Әлде бұл кісі талай адамның өмірін жақсы жаққа өзгерткен, өзгелерді өнегелі өмірі арқылы ұлы істер істеуге шабыттандырды деген жазу жақсырақ па? Өмірлік миссиямызды табуға талап қылайықшы, себебі өмір қысқа. Болмашы істермен айналысып жүріп, өшпес із қалдыра алмай өмірден өтіп кетсек, өзегімізді өкініш өртемей ме? Туып өскен ауылын ең дамыған ауылдардың бірі етуді өмірлік миссиясы етіп алған жас өреннің әр күні мағыналы өтетіні анық. Ол универде өте жақсы білім алуға тырысады, шет тілін меңгеруге бар күшін салады, себебі ол ауылын көркейту үшін мықты маман, беделді азамат болу керек. Пайдалы кітаптар көрсе, өзінің онсыз да аз стипендиясына сол кітаптарды сатып алады. Сондағы ойы жазғы демалыста ауылдағы жеткіншектер оқысын деп апару. Өзі де бос уақытында ауыл балаларын жинап, қалада үйренгендерін бөліседі. Қалада жүргенде жаңа озық технологияларды көрсе, біздің ауылда қалай қолданса болады екен деп ой жүгіртеді. Оның барлық ісі, талпынысы сол миссияның төңірегінде айналып жүреді. Әрі миссиясын орындау үшін әр таңын асыға күтеді. Бұл қарапайым ғана мысал. Өмірлік миссиясын тапқан адам шын бақытты адам. Оның өмірі бір-бірімен үйлесіп жатқан шедеврлер тізбегі. Өмірлік миссия сол мағыналы өмірдің өзегі. Ал сіздің миссияңыз қандай? Менің өмірлік миссиям. 28 жыл өмірлік тәжірибемді негізге алып, өмірлік миссиямды мынадай етіп бекітіп қойдым. Бірінші, ақырет азығын осы дүниеде қамдап. Екінші, қоғамға пайдамды тигізіп. Үшінші, бақытты ғұмыр кешу. Бұл менің толассыз ақпарат ағынының ішінен өмірімді мағыналы ететін істерді ғана іріктеп алатын сүзгім, фильтрім. Осы үшеудің ешбіріне сәйкес келмейтін істі күн тәртібінен алып тастаймын. Өмірлік миссия сүзгі дегенді түсіндіре кетейін. Мысалы, жұрттың жаппай Toyota Camry 70 алып жатқанын көріп, менің де алғым кеп кетуі мүмкін ғой. Сосын әлгі фильтрімнен өткізем. Camry 70 алу ақыретіме азық бола ма? Жоқ. Camry 70 алсам қоғамға пайдам тие ме? Жоқ. Camry 70 алсам өзімді бақытты сезінем бе? Дәл қазір жоқ. Сол үшін бұны мақсат етіп жоспарлап уақыт жұмсамайым. Мақсаттар тізіміне қоспайым. Тағы бір мысал. Тоқтамай 1000 жарым метр жүзетін деңгейге жеткім келеді делік. Сүзгіден өткізіп көрейік. 1000 жарым метр жүзуім ақыретіме азық бола ма? Жоқ. Қоғамға пайдалы ма? Жоқ. Бұл мені бақытты ете ме? Иә. Кемінде бір шартқа сәйкес болып тұр. Демек, бұны мақсаттар тізіміне қосып қоям да, қалай жету жолын қарастырам. Қазір бұл сүзгі менде автоматты түрде істейді. Жоғарыдағы сұрақтарды қоймай-ақ, бірден бұл іс менің миссияма сай ма, сай емес пе анықтай аламын. Басында өз-өзіме сұрақ қойып, ой жүгіртетінмін. Осылайша өмірлік миссияма сәйкес келмейтін, өмірімді мағыналы етпейтін көп істен арылдым. Миссияңды тап та, ешкімге жалтақтама.
Инстаграмға алғаш тіркелген кезімде көп уақытым өзгенің өмірін бақылаумен өтетін. Әсіресе жетістікке жеткен жастарды көп оқитынмын. Біреуі Оксфордта оқып жатыр, біреуі джиу-джитсудан әлем чемпионы, біреуі Астанада левый бергтен үй алған. Қызығып та, қызғанып та қарайтынмын. Іштей мен не істеп жүрмін? Бүгінге дейін не бітірдім деп, өзіме деген сенімім азайып кететін. Өзіңді өзгемен салыстырсаң осы. Ал бұның себебі не? Меніңше өзіңді өмірлік миссияңды таппағандығың. Өз жолыңды, өз миссияңды айқындап алған кезде өзгеге жалтақтауды қоясың. Өзіме көңілім толатындай, өзгені елемейтіндей бір миссия іздедім. Қайтсем жұрттан озам, қалай ерекшеленем деп бас қатырдым. Ақыры қоғамға пайдалы болуды өмірлік миссиямның бір тармағы етіп алдым. Мен үшін қазір ең мықты адам қоғамға ең көп көмегі тиген адам. Сондай жандарға қызғанам. Бірақ бұл қызғаныш жоғарыда айтқан қызғанышқа ұқсамайды, ішті күйдірмейді, керісінше шабыт сыйлайды. Жұртқа күні түні пайдасын тигізіп жүрген адамға мен де сондай болсам екен деп қызғанып қараудың дұрыс екені хадисте айтылған.